жауаптасып, кәдімгідей айтсыңыздар енді. Шықтық ағайын тағы да міне тыныстап, алдың ағайда келгенде сөз бастайын дұрыстап, айналайын құрдасым, алыспақ болсаң алыспақ, жұлыспақ болсаң жұлыспақ, шоқпарда болсаң шоқпармын, шоқпарың сынса тағы да шығармын қарсы қылыштап. Кешегі өткен бекзатбай, 21 жасымда соғайын сені бұрышқа бай. Айналайын мұхтарым, шындықшыл болсаң егерде, болып жатқан жайтайсың, жаңағы айтқан талғайың, ол 3 жыл бұрынғы әңгіме, райыңнан енді қайтқайсың. Шындықшыл болсаң сен мұхтар, Абайдың ұлы еліне бақпенен қызыр бір күні келсін деп неге айтпайсың? Шуағы бір Алланың енсін деп неге айтпайсың? Облыстың атағын қайтадан сол Семейге берсін деп неге айтпайсың? Мына жоғарыдағы үкімет, мұн отырған халықтың сырларында әрқашан оқсын деп неге айтпайсың? Казинодағы кәрістер, базарда жүрген түріктер оқсын деп неге айтпайсың? Ғалымжандай бір ағаң тарыққанша түрмеде шықсын деп неге айтпайсың? Ауылдың мынау жылында үкімет түгел ауылға барсын деп неге айтпайсың? Алматыға назарын салсын деп неге айтпайсың? Алматымды жұтатқан, алмағаштарын бұтатқан Храпуновтай әкімді алсын деп неге айтпайсың? Айтысқа келсең әйтеуір әркімді бір даттайсың. Даттағаның немене, бер жағын ғана айтып ап, ар жағына батпайсың. Ал мен қазақтың баласы, дегені бар қазақтың, болар елдің баласы, бірін-бірі мақтайтын, болмас елдің баласы, бірін-бірі даттайтын. Кезім жоқ қой әрқашан достығымнан аттайтын. Алланың жалғыз құл едім, екі дүниеде әрқашан қазақы қанын сақтайтын.